Біздің бір ғалым болған екен. Әйелінің мінезі сәл қиындау екен. Сонымен бір күні қазақта жалпы отбасының берекесін кіргізетін, жалпы отбасының, семьяның, жанұяның берекесін кіргізетін ол әйел. Біз қоқаңдаймыз ғой, бейін деп, негізі сен ғой, бірақ сен ол үйдің берекесін кіргізе алмайсың. Сен кіргізе алмайсың, ол әйел кіргізеді. Мысалы біздің енді бәріміз ауылда өстік қой. Мысалы кішкентай күнімізден бастап біз нені оқып үйрендік? Адамдардың Қадыр Мырзалиев айтады, мен жетім өстім дейді. Мен әліппен емес, адамдардың бетіндегі әліппен оқуды үйрендім дейді. Адамдардың бетіне қарап, жақтырып отыр ма, жақтырмай отыр ма, соны қарап не қылдым? Үйрендім дейді. Біз де не қыламыз? Барған үйге неге отырамыз? Қабағына қарап отырасыз. Жақтырып отыр ма? Жақтырмай отыр ма? Бір қарайсыз. Содан жеңгеңіз белгілі болады. Жақсы көріп отыр ма сіздің жеңгеңізді? Жақтырмай отыр ма? Жақтырмай отырса, жайлап орныңыздан тұрып не қыла бересіз? Ыңғайланып, рахмет деп кете бересіз. Біз тек кетпейміз. Оны ауылға айтып барамыз. Сонымен бізде мысалы жақтырмаудың түр-түрі бар қазақта. Мысалы түк қатысы жоқ. Нефтем үйдің ішін сыпыру деген сияқты әңгімелер. Біреу үйдің ішін сыпырып жатса, демек әңгіме дұрыс емес. Балаларды жылатса балаларды, тағы да әңгіме дұрыс емес, ыңғайлана беру керек деген сөз. Былай қарай қоштасып, бәрімен ыңғайлана беру керек деген мағынаны білдіреді. Бізде сондай көп әңгіме, тонкий өте әңгімелер, андай не. Бірақ қара, сөз жоқ бұл жерде, ешқандай сөз жоқ, біреудің айқайлап отқан жоқ, ешнәрсе жоқ. Бәрі әңгіменің бәрі немен келеді? Өте сыпайы түрде кетіп жатады. Ғалымның әйелі дәл мінезі дұрыс емес екен. Содан шәкірттер айтты, ұстаз, тастап басқасын алсаңызшы деп. Енді. Сонымен ұстаз айтады дейді, мен бұны тастасам, бұл басқа біреуді сорлатады ғой деп. Арада біраз уақыт өткен соң айтқан, сіз бізге күшті айтасыз әңгімені. Бізге бәрі күшті өтеді, сіз әйеліңізге айтпайсыз ба деп. Сонда әлгі ғалым айтқан екен еді, ол менің жалаңаш күйінде көреді ғой деп. Ол менің бүкіл немді біледі. Менің қате кемшіліктерім бәрін біледі. Біз сыртта жүргенде бізден артық жігіт жоқ. Себебі біз сыртта жүргенде бүкіл кемшілігіңді көрсетпеуге тырысасың. Әп-әдемі жігіт болып жүресің. Үйге келгенде масканы шешесіз де кіресіз үйге, есіктің аузына қалдырып кетесіз. Есіктің аузына қалдырып кетіп, кірген бетте басқаша жүзіңді көрсете бастайсың. Айқай, шу үйдің ішінде. Балаларды қағып жүреді, әйелді мүлдем тыңдамайды. О бейшаранда несі бар? Айтатын әңгімесі бар, дерті бар деген сияқты. Оны ешкім білмейді. Бірақ сыртта керемет болып жүреді. Сол үшін біздің үлкен шалдар, қазақтың ақсақалдары мынандай сөз қалдырған. Жақсы жігіт үйде мырза, түзде құл дейді. Үйде мырза, түзде құл. Жаман жігіт үйде сырт түзде мырза, үйде құл. Былай жатқан кезде кісі үйінде өте жақсы жүру керек. Себебі ана Бауыржан Момышұлы айтады, түбінде мыжырайған кемпірің қалады жаңында дейді. Түсіндіңіз ба? Анау дос, анау, мынау, класстас, группалас, жұмыстас, неше түрлі сұмдықтармен жүресің, олардың ешқайсысы сенің жаныңда түбінде қалмайды. Сол айқайлап, ұйқайлап, миың тескен, жындығып біткен қатының қалады жанында мыжырайған. Түсіндіңіз ба? Оның мысалы көп. Біздің ауылда еркек адам былай бетіне тіке қарай алмайтын ағаларым бар еді мен. Еркек адам былай бетпе-бет тіке былай. Не айтып тұрсың деп қарай алмайтын ағаларым бар еді. Әйелдеріне көрсетпегендер жоқ. Күнге ол. Сол жеңгелердің бәрі жынды болып қалған.
түсіндіңіз ба? Bir нәрсені түсінсе түсінбейді, жартылай түсінеді, құлақ дұрыс естімейді. Оның бәрі өздері жасаған нәрселер. Адам қартайған сайын, жас келген сайын керемет бола бермейді. Керісінше бұрыннан жастық кезінде көрген нәрсенің барлығы түгел не қыла береді? Шыға береді қайтып. Қайтып түгел шығады. Енді сол ағаларым отыр ауылда, жынды жеңгелеріммен не сөзсін бейт, анау бажылдақ өзінен өзі айқайдай береді, өзінен өзі ұстап қалады. Братан біткен баяғыда, ешқандай сөз артық не қыламайды, айта алмайды. Ана бүкіл баласын, келінін бәрін қосып братанға қарсы айдап салып қойған. Братандікі әйте өлместің күні. Кезінде солар айқай жүргендер. Айтып отырмын ғой, еркек адам тіке бетіне қарай алмайтын ағаларым бар еді. Не айтып тұрсың деп былай, тіке былай. Айтып тұрсың емес, былай тіке. Бетіне тіке қарай алмайтын ағаларым бар еді. Бәрі не болды? Сыйламайды, себебі көрсетпеген жоқ. Сыйламайды. Үйдің іші айқай. Братана баяғы нәрсені еске түсіріп, ағамыз бұрынғы нәрселерді істегісі келеді, оны ешкім тыңдайын деп отырған ешкім жоқ. Қоразданайын десе, не артында несі жоқ, қауырсын жоқ, не даусы жоқ, қор босқа. Жер текпілеу. Сондықтан мұсылман кісі өзінің жанында әйеліне қарау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтады, сендердің ішіндегі ең жақсыларың жанұясына, отбасына жақсы болғандар дейді. Себебі жанұяға жұмсалған қаражатты ең қайырлы қаражат болып есептеледі. Біздікі сыртта шашамыз біз көбінесе. Үйде емес, неге шашамыз? Сыртқа шашамыз, себебі ол көрінеді. Көргің келеді, бір жақсы сөз естігің келеді. Негізі үйдегілер де сол сөзді айта алады негізі. Сен не қыла біл? Екеуі де тең ұстай білу керек. Үйде де, сыртта да